Ё-моё. Өзінен кім Кеш қалды батып үйде? кетіпті ғой ұзақ уақыт ұйықтап Мынау кеттім. өзіне машина Мынау кім ол алып есікке келіп Соғып тұрып тұрған? Кім бар бұл үйде? Ё-моё, адам ұйықтатқызбады ғой. Бұндай уақытта кім келіп тұр? Кімсің сен? Өзінен ешқайда соғып қалдым Не үшін мен. ашу керекпін мен? Мен нұппын. Мен нуптарды жақтырмаймын. Сен не үшін келіп тұрсың бұл жаққа? Ауырып қалдым. Ауырып қалдым? Өзіне Ауырып машина қалдым деген несін? Ауырып қалсаң маған не қажеті бар сенің ауырғанның? жатақшаға тұрсам, қасым сағады жамбыл ауыпты, өзінен Ай, кіргізім келіп тұрған жоқ еді. жатақшаға тұрсам, жарты сағат. жамбыл басылған екен, сөйтем. Жарайды, жарты сағат дедің, жарты сағатқа ғана отырасың. Мен айтқанымсыз ештеңе келіспеуші болма. Рахмет сізге. Ей, кірме ол бөлмеге. Шық бұл. Сен менің үйіме жылыну үшін ғана келдің ғой. Ой, гаражға кіргенсің. Күшті машина ғой. Иә. Маған отырсам бола ма? Жоқ, отыруға болмайды, сен сасып жүресің. Бұндай машиналарды алу оңай емес. Сен не жақта жүрсің? Жүр кет, жылынам дедің ғой сен. Ана тамға отырасың да мен ешкім. Иә, осы пештен ал. Ей, шық! Жындысында қайдағы батут? Батут не іста? Не істеватсың сен? Ей, жынды, түсей! Төсегің мен үшін секіріп тұрсың сен мен? Жататын жер ғой бұл саған, секіретін жер емес қой. Шық бұл жерден, шық! Не ойлайын ол? Сен жай ғана үйге отырам деп келдің ғой? Жылынып отырасың енді осы жерде. Не үшін жүрсің сен бұл жақта? Қалай адасып кетіп жүрсің? Адасып кеттім мен. Адасып кеттің. Не үшін адасып кетіп жүрсің? Білмеймін, әйтеуір мен негізі тамақ неге ашқан тамақ жейін деп жүріп адасып кетті, сосын жамбыл алып кетті. Сосын мен бүйткенім ол, ондым осы үйді көрдім. Мен өзі алып жатырмын. Мынаны қарасай, уже жаңбыр біткен, енді қайта берсең болады үйіңе. Білмеймін, осы жақта отыра тұрмыз, өзінен. Мақыл. Так, не істесек болады екен, а? Мынауды келіп не істерін білмей қалдым ма? Тұра салсым ештеңе жемеген ем, хотя хот-дог жеп кола жыбайшы. Ё-моё. Ё-моё, кішкене де ауырып қалғаным қарашы. Қалың маса тамақ берейінші ба маған? Тамақ? Айтпақшы сізді кім деп атасам болады? Мені ма Тілек қожайын деп атасың. Тілек қожайын дейін ба сонда? Иә. Қожайын дей берейін сонда. Жарайды. Қожайын маған тамақ берші, тамақ қарным ашылады. Тамақ. Алдында тұрған бәрі не мынау? Жесең аларды. Не деген ашқарақ мынау? Дамыз етем. Су берші, су. Тұр ғой Мен себесем бола ма? Ей, қоланы әпереші ма? Тамақ шашып жейм адам дейтін. Береші. Мә бетіңе лақтырдым онда. Ұйықтап қалдым ана, не істеп тұр? Қымай атқан емес. Неге ұрбатсыз? Ұрбатсыз дегеніз? Иә. Мен осы жерде жылынып отырмын. Иә, отыр осы жерде жылынып. Сәл жата тұрайын. Ой, есік жабыдым кетті ғой. Сен не істерсің? Тиіспе сағатқа. Жасап алам ба? Айттым мен саған тиіспе деп сағатқа. Сындырдың енді баға. Соң қалды ғой сағат. Берге берсең, не үшін сағатты аласың сен?
келе бер, қайда кетіп баратсың? Салдым ба, бір келе бер. Оттай ал. Жүре бер, алдыма түс. Оттай ал. Айтты ғой саған тек жыласын деп. Түс астыға. Мына жерде жылынып отырасың. И қазір сәлден кейін кетесің. Сүйемен жатам давай. Қожаның бөлмесінде не бар деп қойыңыз. Оп, жиында алмай сөйлеп айтсам. Sen onu yandı. Так. Вот, заласа кетті. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бүгін мен Телек. Бүгінгі біздің Нуппен Про түсірген киномыз кино дегенде кішігірім сондай болады. Сол егер сіздерге ұнаған болатын болса, лайк басып арнаға тіркеліп ұмытпаңыздар. Егер де сіздерге бірінші бөлім ұнап, екінші бөлім шығарған қалсаңыздар, осы видеоның астына 50 лайк жинап кетіңіздер достар. Я, Нубига? Я достал, егер де осы бірінші бөлім ұнаса, екінші бөлім қаласам да, 50 лайк жинапсаңдар. Давай.